Сонымен достар, сіздерді бұл мастер-класста көргеніме қуаныштымын. Баршаңызға сәлем. Бұл мастер-класс атауы Госзакуп құпиялары деп аталады. Алдыда барлық құпияларды рет-ретімен айтатын болам. Алдымен танысып өтейік. Есімім Азамат, 7 жыл Госзакуп саласында жұмыс жасап, біраз тәжірибе жинадым. Алдыда сіздерге адам аз қатысатын, маржасы жоғары закуптарды іздеу, одан басқа тіркелуден бастап, оплатаны қалай кешіктірмей аламыз деген сияқты өзімнің 7 жылдық тәжірибемдегі барлық құпиялармен бөлісетін боламын. Жалпы тәжірибемде бірнеше рет черный списокқа да кеттік, тауар қолда қалып кеткен жағдайлар да болды. Осыған қарамастан Қытайдан, ақш-тан тауар алып үйреніп, табысым біраз артты, біраз шет мемлекеттерде болдым. Осы Госзакупта жалпы жұмысқа аз уақыт жұмсап, жақсы табыс табуға болатынына көзім жетті. Енді алдыда айтылатын ақпараттар сіздерге де Госзакуп саласында тез жұмыс жасап бастап, жақсы табыс табуды жеңілдетеді деген ойдамын. Ең алдымен сіздерге Госзакуп, яғни мемлекеттік сатып алу жайында айтып кеткім келіп тұр. Ол қалай жұмыс жасайды, қалай табыс табамыз деген сияқты. Мемлекеттік сатып алу өзі аты айтып тұр, мемлекеттік мекемелерге тауар сатып алу. Мысалы, кез келген мемлекеттік мекемені бір отбасы деп қарайтын болсақ, ол отбасының тұрғындары бар, тұратын жері бар, күнделікті тұтынушы тауары бар, азық-түлігі бар деген сияқты. Осы тауарларды үй егесі супермаркеттен, базардан, әртүрлі дүкендерден аралап, сапасы жақсысын, бағасы төменін саудаласып алатын болса, мемлекеттік мекемелерде дәл осы процесс қалай өтеді. Мысалы, мектепті алатын болсақ, мектепке керек кез келген тұтынушы тауар, парта, стол, орындық, оқулықтар, компьютер, ремонты бар, басқасы бар, барлығы сатып алу үшін ағымдағы жылы тауардың бағасы анықталынып, бюджет бекітілінеді. Келесі жылға сол бекітілген бюджет бойынша мектеп директоры, завхоз немесе тиісті жауапты адам өздері сатып алады. Осы жерде коррупцияны жою үшін және мемлекет бюджетін үнемдеу үшін, қателеспесем, 2010 жылдың қаңтарынан бастап электронды сатып алу жүйесі енгізіледі. Енді коррупция мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде түсінікті. Мектеп қызметкерлері тікелей закупты өздері жасай алмайды. Экономия бюджетіға келетін болсақ, мысалы, мектепке парта керек делік, партаның нарықтағы бағасы 50 000. Мектеп электронды сатып алу жүйесіне хабарландыру шығарады. Бізге 50 штук парта керек, ұзындығы осындай, ені осындай, биіктігі осындай деген сияқты. Тиісінше порталға тіркелген поставщик өздерінің бағаларын береді. Кімнің бағасы ең төмен, сол отқан болып есептелініп, жаңағы парталарды жеткізеді. Енді бұл жерде отқан поставщик партаны қаншалықты төмен бағада табатын болса, соншалықты табыс табады. Енді негізгі тақырыпқа келетін болсақ, бұл жерде не айтамыз? Бұл жерде мен осы уақытқа дейін жинаған өз тәжірибеммен бөлісетін боламын. Ол ИП ашу, жалпы ИП ашқан дұрыс па, әлде ТО ма, Госзакупта тіркелу, банкте счет ашу, тауар сатып алу, тауар іздеу, тауарды жеткізу. Жалпы осы процесстердің барлығын орындаудағы кездесетін жаңағы подводные камни дейміз, орысша айтқан кезде, солардың барлығын айтатын болам. Бұл жерде тек Госзакупқа қатысты айтамын, ал ақш-тан қалай тауар алу, Қытайдан тауар қалай алу, қалай іздеу, жалпы бұлардың бәрін айтатын болсақ, бізге 1 сағатта жетпейді. Сондықтан ол жайында мен бөлек сабақта немесе жеке консультацияда айтатын боламын. Енді не үшін Госзакуп дегенге келсек, Госзакуп бұл жерде дайын клиент маржа, бұл жерде 1-1, кейде одан да жоғары. Әдеттегі саудада адамдар тауар сатып алып, әртүрлі платформаларда сататын болса, мысалы Каспи, МВБ, OLX арқылы сатады, кейбіреулер Instagram арқылы сатады, кейін жаңағы тауарым өте ме, өтпей ме деп қиналып жататын болса, бұл жерде Госзакупта бір күн жұмыс жасап, 1 миллион табыс табатын мүмкіндік бар. Ол қалай жүзеге асады дегенге келсек, мемлекеттік мекемелер және квази-государственный мемлекеттер жоғарыда айтып өткендей өздеріне керек тауарға хабарландыру шығарады. Тиісінше кім төменгі баға береді, сол тауарды ұтып поставка жасайды. Бұл жерде енді көп адамдар айтуы мүмкін, Госзакуп ол тізесі шыққан тема,
пайда жоқ, товарыңды өткізе алмайсың деген сияқты. Ол мүлдем олай емес. Енді осы закуптарға қатысу үшін сізге ең алдымен заңды тұлға ретінде тіркелу қажет. Осы жерде көбісінде сұрақ туындауы мүмкін: ИП ашқан дұрыс па, әлде ТО ма деген сияқты. Енді кәсіпті жаңадан бастап жатсаңыз, бухгалтерлік сауатыңыз болмаса, немесе жеке бухгалтеріңіз болмаса, мен ИП деп кеңес берер едім. Осы жерде де көбісі айтуы мүмкін: ТО дұрыс, ТО мүлкімен ғана жауап береді деген сияқты. Арест мәселесіне келген кезде жеке мүлкімен жауап береді. Ол жаңа атыңызда үй немесе көлік болатын болса, соларға арест қойылады. Енді бұндай мәселелерді ойлап қорқақтайтын болсаңыз, онда сізге тіптен кәсіппен айналыспай жалақыға жұмыс жасаған абзал шығар. Не үшін ИП дегенге келсек, ИП-ның артықшылығы бұл жерде тіркелу тез, счетқа кез келген уақытта ақша салып, кез келген уақытта шығара аласыз. ТО-да болса, кез келген уақытта ақша сала алмайсыз, кез келген уақытта ақша шығара алмайсыз. Салық кодексі бойынша ақшаны тек дивиденд ретінде шығару қарастырылған. Ол дивидендке тиісінше салық төленуі тиіс. Одан бөлек, ТО директоры жұмысшы болып саналатындықтан еңбек кодексіне сәйкес міндетті сақтандыру қарастырылған. Сақтандыру шарты болуы тиіс. ИП-ның руководителі жұмысшы болып саналмайтындықтан ол жерде ол міндетті емес. Бұл міндетті сақтандыру құны бір МЗП-дан басталады, яғни биылғы жылға шаққанда 85 мың көлемінен басталады. Сондықтан тағы қайталап айтқанда, бастапқыда ИП ашқан абзал деп санаймын, бірақ таңдау өздеріңізде. Енді ИП ашу жолдарына келсек, бірнеше ашу жолдар қарастырылған. Ол мемлекеттік кірістер органына барып, яғни салық комитетіне барып өтініш беру арқылы, e-license сайт арқылы өтініш берсе болады, және қазіргі таңда банк қосымшалары арқылы, Каспий банк, банк, мүмкін басқа да банктерде қарастырылған болар. Сол қосымшалар арқылы өтініш берсе болады. Бұл жерде жиі кездесетін сұрақтар, бұл налоговый режим. Налоговый режимді упрощенный деп бастапқыда таңдаған дұрыс, себебі налог 3% жүреді бұл жерде. Общий установленныйда болса, жаңа бастапқыда айтқандай, егер бухгалтерлік сауатыңыз болса, немесе бухгалтеріңіз болса, общий установленный таңдап, бұл жерде жаңағы шығын көрсетсе болады. Расходтарыңызды көрсетіп, салық көлемін азайтса болады. Келесісі, ИП ашу барысында көп кездесетін сұрақ, ол ОКЕД. ОКЕД енді жалпы сіз қандай саламен айналысасыз, соны таңдаған дұрыс. Сауда болса жаңағыдай торговля, розничная торговля деген бір сол сияқты, қызмет түрі болатын болса жаңағыдай услуги деген сияқты ОКЕД таңдаған дұрыс. Жалпы ОКЕД, общий классификатор экономический деятельности деп расшифровка жасалынады. Бұл жаңағы мемлекетке, біздің мемлекетімізде қай салада қанша жаңағы кәсіпкерлер жұмыс жасайды деген сияқты статистика жүргізу үшін қажет. Жалпы одан бөлек мемлекетімізде жаңағы әртүрлі жеңілдіктер қарастырылған, мысалы ветеринария, медицина саласында жаңағы жеңілдіктер қарастырылған. Сол жеңілдіктерді қолдану үшін сіздің ОКЕДіңіз тиісінше сәйкес болу керек. Келесі қадам, госзакупта жұмыс жасау үшін ИП ашқаннан кейін ол банкте счет ашу. Мен енді Халықбанкпен жұмыс жасаймын, неге десеңіз, тұрақты әрі сенімді деп санаймын. Счет ашу тез және онлайн. Дегенмен бүгінгі таңда барлық банктерде счет ашу онлайн қарастырылған болар. Одан бөлек корпоративтік картасы қарастырылған. Негізгі счеттан корпоративтік карта счетына аударым жасап, кез келген уақытта ақша ішсе болады. Жалпы кез келген банкте счет ашса болады. Негізгі мән беретін жайттар бұл ай сайынғы төлем за введение счета, басқа банк счеттарына аударымдағы комиссиялар, ақша шешу кезіндегі комиссиялар, жалпы осылар. Сондықтан бұл жерде де таңдау өздеріңізде, әр банкке хабарласып, немесе сайттардан өтіп, бұл ақпараттармен таныса аласыздар. Сонымен ИП бар, счет бар, ары қарай порталда тіркелеміз. Тіркелу бойынша қажет болса, YouTube арнамызда арнайлы нұсқаулық видео бар. Оны қарау үшін Instagram парақшамыздағы профильдегі сілтеме бойынша өтіп қарай аласыздар. Жалпы порталға тіркелу үшін сізге ең алдымен электронды цифрлық қолтаңба қажет. Барлықтарыңызда бар деген ойдамын. Жоқ болса, жаңа егов сайтынан жүктеп ала аласыздар. Егер оны да қалай алу керектігін білмей жатсаңыздар, Google көкенізге получить ЭЦП онлайн деп жазып, жаңа әртүрлі нұсқаулықтарды қарап, ЭЦП алсаңыздар болады. ЭЦП дайын болса, ары қарай goszakup.gov.kz сайтына өтеміз. Нұсқаулық бойынша жүріп отырамыз. Ақпараттардың бәрін толтырамыз. Кейбір ақпараттар автоматты түрде толтырылады. Ол жаңа сіздің ашқан счетыңыз бойынша ақпараттың барлығы өзі выгрузка жасалынады. Енді одан да тіпті болмай жатса, жаңа справка бөлімінде инструкция пользователя деген бар. Сол жерде нақты жік-жігімен қалай тіркелу
керек бойынша нұсқаулық қарастырылған. Сонымен тіркелуден өткен соң заявка беру үшін сізге Госзакуп порталынан тариф сатып алу қажет. Жалпы тарифтің 5 түрі қарастырылған: 1 миллионға дейін, 10 миллионға, 100 миллионға, 1 миллиард және шексіз суммадағы закуптарға қатысу тарифтері. Бұл жерде ескеретін мәселе финустойчивость деген бар. Кез келген компанияның финансовый устойчивости, яғни тәжірибесі, нарықтағы тәжірибесі деп айтса болады. Жаңадан ашылған ИПТО-ларда бұл көрсеткіш 0-ге тең болады. Бұл жерде Госзакуп жаңағы порталының шарты бойынша товар бойынша 4000 МРП, услуга бойынша 8000 МРП және работа бойынша 20000 МРП-дан артық закуптарға жаңадан ашылған ИПОлар қатыса алмайды. Тиісінше сіз мысалы 100 миллионға дейінгі закуптарға қатысатын тарифті сатып алғанмен, сіз бағасы жаңағы 4000 айлық есептік көрсеткішінен артық болатын товар бойынша закуптарға қатыса алмайсыз. Ол биылғы жылға шаққанда шамамен 15 миллион көлемінде. Сондықтан қатысатын закуптарыңызға байланысты тариф таңдаған жөн. Енді қандай закуптардан бастаған дұрыс? Закуптар жалпы ценовое предложение, ол жаңағы ценовка дейміз, конкурс, открытый конкурс, аукцион болып бөлінеді. Басында бастағанға ценовкадан бастаған дұрыс. Ценовкада 10 миллионға дейінгі закуптар ойнатылады. Жалпы одан да жоғары суммадағы закуптар ойнатыла береді. Бұл жердегі тиімдісі конкурстағыдай алдын ала құжатты талап етпейді. Конкурста болса алдын ала құжат тіркеу керек. Ол жаңағы сертификат, қандай товар апарасыз, квалификацияны көрсету керек деген сияқты алдын ала құжаттарды талап етеді. Мен қазірге дейін ценовкамен жұмыс жасаймын. Оған бір себеп, сумма төмен болғандықтан маржасы көбірек. Конкурста болса жаңағы 20-30% болса жақсы. Жалпы ол жақта да жақсы закуптар, маржасы жоғары закуптар кездесуі мүмкін. Товар ма, услуга ма дегенге келсек, бастапқыда товардан бастаған дұрыс. Себебі товарды сатып алуға, товарды іздеуге 1-2 күн уақыт қана кетеді. Қалған уақытта товарыңыздың логистикалық компаниямен жеткенін ғана күтесіз. Услугада болса айлап уақыт кетуі мүмкін. Жұмысты күн сайын қадағалау керек, дұрыс жасап жатыр ма деген сияқты көп уақытты талап етеді. Товар бойынша қандай товарға қарау керек? Ол жаңағы салмағы аз, көлемі кішкентай деген сияқты тауарларға мән берген жөн. Ол бойынша да алдыда техникалық сипаттама бойынша тауарды қалай іздейміз, сол жерде толығырақ айтатын боламын. Закуптар бойынша жалпы айтатын болсақ, жекелеген лоттардан тұрады. Ол мысалға ручка, тетрадь, карандаш дейтін болсақ, бұлар жаңағы объявление бойынша констовары болып саналады. Осы жерде объявление мен лот бойынша түсінік беріп өтейін. Жалпы сіз констовармен айналысатын болсаңыз, мысалы закупқа қатысқыңыз келеді, және ол жерде констовардың мыңдаған түрлері бар. Сіз олардың жаңағы қайсы бірін іздеп отырмас үшін объявление бойынша поиск жасап, жаңағы атауына констовар деп жазсаңыз болады. Сол жерден шыққан лоттар бойынша жаңағы заявка берсе болады. Одан бөлек нақты товарлар бойынша закуптар керек болған жағдайда ол кезде поиск по лотам деп жаңағы арнайы товарлардың аттарын жазсаңыз болады. Мысалы компьютермен айналысатын болсаңыз, тек компьютер деп жазып, жаңағы столдар ғана керек болатын болса стол, мебель керек болса мебель деген сияқты. Одан бөлек закуптар бойынша жалпы кез келген қалаға қатыса берсеңіз болады. Себебі елімізде бүгінгі таңда логистика жақсы дамыған, кез келген қалаға, кез келген ауылға тауарыңызды жеткізіп береді. Ал енді негізгі лайфхак маржасы 1-1, одан да жоғары закуптарды табу үшін поиск по лотам деп наименованияға прочие товары, прочие материалы, запчасти на прочее оборудование деген сияқты сөздермен іздейміз. Себебі жаңа жоғарыда басында айтып кеткендей, жаңадан алынған құрылғыларға, жаңадан алынған оборудованиялардың запчастьтерінің атаулары жоқ болғандықтан порталда заказчиктар дәл осындай атаулармен өздерінің хабарландыруларын шығарады, және дәл осы хабарландыруларда жаңағы лоттарда маржа 1-1 кейде одан да көп шығып жатады. Мысалға айтсақ, осындай товарға основная плата на лифт, блок управления электродвигателем деген сияқты товарлар шығуы мүмкін. Әркім бір түсіне бермейді, сондықтан көп адам қатыспайды. Бұндай товарларды көбісі таппай, жаңа қолын бір сілтеп қарамай қоюы мүмкін. Бірақ заказчик жалпы несуществующий дейді ғой, жоқ товарды сұрамайды. Тағы бір жолы адам аз қатысатын закуптарды қараудың, ол фильтрға жаңағы статусына несостоявшийся деп таңдаймыз. Бұл закуптарға ешкім қатыспағандықтан несостоявшийся болып танылған. Бұлар жаңағы бұл закуптар қайталанып, қайтан хабарландыру шығарылады. Енді қандай тауарларға кірмеген дұрыс? Ол мұнай өнімдері, бензин, солярка
электр энергиясы. Себебі елімізде бұл тауарларды сататын санаулы ғана компаниялар бар. Олармен баға таластыра алмайсыз. А4 қағаз, жылыту батареясы бұлардың салмағы ауыр. Шиналар, көлемі үлкен және услугалар бастапқыда айтып өткенбіз, уақытты көп талап етеді. Қателіктер, заявка кезінде кететін қателіктер, ол бірінші тауардың салмағы ескерілмей, ол жоғары болып, пайданы жеп қойып жатады. Екінші, көлемдік салмақ. Барлық логистикалық компаниялар неге көлемдік салмақ? Өйткені барлық логистикалық компаниялар тауарды жеткізу кезінде фактически вес, нақты салмақ және көлемдік салмақ қайсысы үлкен, сол бойынша жол шығынын есептейді. Үшінші қателік, ол жеткізу адресі. Елімізде логистика жақсы дамығанмен де негізгі қалаларға көлік көп қатынайтын болғандықтан, жол шығыны арзан болғанмен ауылдарға, район орталықтарына жеткізу құны едәуір қомақты сумма шығып, олды пайданы жеп қою мүмкін. Келесі қателік, техникалық сипаттама. Неге десеңіз, техникалық сипаттамада кейде 2-3 тауар атауы жазылып тұрады. Мысалға айтсақ, компьютер деп жазылуы мүмкін, основной наименование лоттың. Бірақ ол жерде компьютер, мышка, клавиатура, принтер деген сияқты жанды қосалқы тауарлар болуы мүмкін. Бұл да өте маңызды мән беретін жайт. Келесі ол заказчикті тексеру. Енді бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін. Заказчиктің несін тексереміз деген сияқты. Заказчикті қарызы бар ма, оплата жасай ала ма, осыны тексеру керек. Реестр должников деген арнайы сайт бар. Сол жерге бин организация жазып, исполнительный производство бар ма, жоқ па тексеріп аламыз. Егер исполнительный производстволар болған болса, обременение болған болса, бұндай закуптарға кірмеген абзал. Жеке басымнан 2 рет өткен, бір заказчик банкротствоға беріп жатты, біреусі болса реабилитацияда болған компания. Одан кейін кететін қателіктердің бірі, ол сайттардан тауарды тапқан кезде олардың бағаларын нақтылау. Тауар нақты бағасы қандай, өзгермеді ма деген сияқты. Себебі сайттарда көп бағалар өзгермейді және тауар в наличии бар ма, жоқ па, соны анықталып алу керек. Ол да маңызды жайт болып саналады. Тауар в наличии болмай қалса, срок бойынша кешігіп, бұл жерде тауарды жеткізе алмай қалу қаупі бар. Келесі мәселе, тауар түрін қалай анықтаймыз? Тауар түрін техникалық сипаттама бойынша қалай анықтаймыз? Мемлекеттік сатып алу заңнамасына сәйкес тапсырыс беруші тауардың брендін, маркасын жаза алмайды. Сондықтан олар техникалық сипаттамасын ғана шығарады. Мысалға айтсақ, устройство считывающий деп, размер осындай, ширина осындай, высота осындай, цвет мынандай қызмет атқарады деген сияқты техникалық сипаттамамен шығару мүмкін. Бұл тауарды енді біз қалай анықтаймыз? Оған бізге Text.ru сайты көмекке келеді. Text.ru сайтына техникалық сипаттаманы көшіріп жазсақ, ол бізге маркасын, моделін анықтап беруі мүмкін. Кейбір тауарлар әрине шықпай жатады, бірақ көбісі осы Text.ru сайты арқылы анықталады. Арғыры тауарды таптық, маркасын, моделін анықтадық. Енді ол тауарды қайдан іздейміз? Google-ға жазып, жергілікті нарықтан қараймыз, барахолкадан, OLX-тан қараса болады деген сияқты. Біз енді негізінен көбінесе Alibaba-мен жұмыс жасаймыз. Неге десеңіз, Alibaba-да Қазақстан картасын тіркеп бірден сатып ала берсе болады. Көбісі айтуы мүмкін 1688 деген сияқты. Ол жерде арзан деп, кейбір тауарлар болмаған жағдайда 1688-ден де алып жатамыз. Ол жерде енді қазіргі таңда бар ма, жоқ па білмедім. Қазақстан картасы тіркелмейтін. Жалпы жергілікті Қытаймен жұмыс жасайтын компанияларға жүгініп, солар арқылы сатып алып жатамыз. Олар сатып алып берген үшін 10% көлемінде өздерінің ақыларын алады. Кейбір тауарлар жергілікті нарықтан да табылмай, Қытайдан да табылмай жатады, ақш нарығынан табылып жатады. Ол кезде ол жақтан да алу жолдары бар. Shipper, Globing деген сияқты компаниялар. Ол жақтан да Қытайдағыдай карголармен 14-15 күнде келген сияқты 7-14 күн арасында келеді. Америкада $12-13 құрайды 1 килограммға. Осы жерде тағы бір айта кететін лайфхак, кейбір тауарларды зерттеп уақыт құртпас үшін дәл сол тауарды алып, поискқа жазып, условно перчатки болса, мысалы перчатки деп жазып, статусты состоявшийся деп қараса болады. Сол жерден протокол итоговты қандай бағаға отқан, қандай бағаға алып келсе болады деген сияқты өзіңізге аналитика жасап қараса болады. Ал енді баға беріп отқан жағдайда сізге келісім шарт жіберіледі. Бірінші келісім шарт на утверждение жіберіледі, келістірілуге, одан кейін на подписание жіберіледі, қол қоюға. Уақытын жіберіліп алмай,
бірден жаңағындай утверждение жасап кейін қол қою міндет. Себебі уақытылы қол қоймаған жағдайда жосықсыз қатысушылар тізіміне жіберілесіз. Яғни қарапайым тілмен айтқанда черный списокқа недобросовестный участникқа жіберілесіз. Черный список бойынша алдыда толығырақ тоқталып өтем, қандай жағдайларда жаңағы черный списокқа кететін бойынша. Ары қарай келісім шартқа қол қойылды. Енді көп жағдайда тауарды жеткізу мерзімі 15-16 күн. Осы жерде көбісінде сұрақ туындап жатады, тауарды кешіктірсем не болады деген сияқты. Бұл жерде қорқатын ештеме жоқ. Кешіккен жағдайда неустойка жүреді күніне. Мысалға айтсақ, закуптың құны мысалы договор бойынша сізде 500 мың болатын болса, күніне 500 теңге неустойка жүреді. Және келісім шарты бойынша бұл неустойканың көлемі 10%-дан аспау керек. Тиісінше сізден тек 50 мың теңге көлемінде ғана неустойка өндіріп алынады кешіктіргеніңіз үшін. Бұл жердегі маңызды айта кететін жайт, бұл заказчикпен, тапсырыс берушімен әрдайым байланыста болу. Товар кешіктіріп жатсаңыз, кешігіп жатқаныңыз бойынша хабарлама жіберіп қою, және сіз кешігіп жатқан үшін заказчик тарапынан сізге хабарландыру келуі мүмкін, жаңағы келісім шартты бір жақты бұзу бойынша. Бұл кезде де бірден жаңағы қарсылық білдіріп, келіспейтініңіз жайында бірден жазбаша хабарлама жіберіп қою қажет. Ал егер жаңа хабарлама жазбаған жағдайда келісім шарт бұзу бойынша сізге хабарландыру келгеннен кейін 30 күн ішінде тапсырыс беруші сізбен бір жақты келісім шартты жаңағы в одностороннем порядке дейміз, бұза салуға міндетті болып табылады. Сондықтан бұндай сәттерді жіберіп алмаған жөн. Жалпы енді тауарды қанша күнде жеткізсем болады дегенге сұраққа қайтып келсек, мемлекеттік сатып алу заңнамасына сәйкес тапсырыс беруші тауарды жеткізу мерзімі аяқталғаннан кейін 30 күн ішінде жаңағы поставщикті сотқа беруге міндетті. Енді бұл жерден қарайтын болсақ, стандартты 14-15 күнде болатын болсақ, жеткізу күнін, сотқа беру мерзімі 30 күнде болатын болсақ, шамамен 45 күн ішінде жеткізуге мүмкіндік бар. Енді әрине бұл жерде жаңағы тапсырыс берушінің сотқа беру мерзімі 30 күн ішінде болғандықтан ерте сотқа беру мүмкіндігі ескерген жөн. Сондықтан жаңағы іс мәселесіне байланысты бұл жерде қарау керек, қанша срок бар екен деген сияқты. Жалпы бұндай мүмкіндік бар екен деп тауар жеткізу уақытын созған дұрыс болмас. Себебі сіз жеткізетін тауар мемлекет мекемесінің жұмысын тоқтату мүмкін. Ол мемлекет мекемесінің қызметі халыққа көрсететін қызмет түрі болуы мүмкін. Айналып келген кезде өз-өзімізге зияны тиіп кетуі мүмкін. Енді тауарды жеткізу кезінде кететін қателіктердің бірі ол ақша үнемдеу. Тауарды өздері жеткізіп беріп жатады. Бұл жерде жергілікті логистикалық компаниялардың қызметін қолдануға кеңес беремін. Себебі үнемдейтін қаражат бұл жерде 5-10 мың теңге. Одан бөлек тауарды жеткізуге сізге бір күн уақыт кетуі мүмкін. Сол бір күнде отырып, мысалы сіз жаңағы 1 миллион табыс түсетін бір закупты ұтып алатын мүмкіндікті жіберіп аласыз да бұл жерде. Бұл да бір лайфхак. Бүгінгі таңда енді көбісі логистикалық компаниялармен салып беріп жатады. Бұл жерде заңға ешқандай қайшылық жоқ. Кейбір тапсырыс берушілер, заказчиктер жаңағы доверенность сұрап жатуы мүмкін. Ол кезде де жаңағы логистикалық компаниялардың қызметкерлеріне жаңағы доверенность жазып беріп, товарды тапсырса болады. Ал енді тауармен бірге қандай құжаттар беріледі? Тауармен бірге накладной беріледі, электронды акт беріледі портал арқылы, және тауардың сертификаттары, немесе жаңағы тауардың сертификатталмайтын жөнінде растайтын қағаз беріледі. Сонымен тауарыңыз жетті, портал арқылы акт жіберілді, алайда сіздің тауарыңыз ұзақ уақыт жаңағы тапсырыс беруші тарапынан қабылданбауы мүмкін. Енді мемлекеттік сатып алу заңнамасына сәйкес сіз тауарды жеткізіп, актыны портал арқылы жіберілгеннен кейін тапсырыс беруші 3 күн ішінде сізден тауарыңызды жаңағы актыны арқылы қабылдауға міндетті. Егер 3 күн ішінде қабылдамаған жағдайда сізге жазбаша түрде жаңағы ескерту беріп, ары-қарай 10 күнге создыруына мүмкіндік бар. Егер бұл шарт бұзылған жағдайда сізге бірден тапсырыс берушіге жаңағы жазбаша хабарландыру жіберіп қойған абзал, жаңағы товар неге қабылданбай жатыр, себебі не деген сияқты. Әрине бұндай жағдай сирек болып жатады, дегенмен де ертең сот алдында жауапқа тарту үшін сіз үшін бұл жаңағы основание дейміз, материал болады. Сонымен товарды қабылдап, бәрі дұрыс болған жағдайда келісім шарты бойынша тапсырыс беруші товар қабылданған күннен кейін 30 күн ішінде төлем жасауға міндетті. Көп жағдай болып жатады, көптеген поставщиктер 30 күн өтсе де өздерінің
оплаталарын ала алмай жатады. Бұл жағдайда бірден жаңағы досудебный претензия жіберіп, жазбаша түрде шара қолданған дұрыс. Тапсырыс беруші де сіздің жаңағы оплатаңызды кешіктірген үшін келісім шарты бойынша 0,1% неустойка төлеуге міндетті және бұл сумманы өндіріп алса болады. Әдетте жалпы заказчиктер соңғы күндері төлейді, бірақ дегенмен де алдын ала шара қолданып, бірден бір күн уақыт жоғалтпай досудебный претензияны жіберіп қойған абзал. Ал енді бағана айтып кеткен жосықсыз қатысушыға толығырақ тоқталып өтейік. Қай кездерде сіз жаңағындай недобросовестный участник боласыз. Ол бірінші келісім шартқа қол қоймаған жағдайда, екіншісі обеспечение договора деген бар, жаңағы договордың орындалуын қамтамасыз ету суммасы портал арқылы енгізілу керек. Осы сумма енгізілмеген жағдайда бұл жерде де жаңағы тапсырыс беруші алдымен сізге хабарландыру жіберіледі. Егер осы хабарландыру ескерілмей, обеспечение суммасы енгізілмесе, жосықсыз қатысушы қатарына енгізілесіз. Үшіншісі, ол жаңағы келісім шарты бұзылса. Келісім шарт бойынша стандартты 15-16 күн жеткізу уақыты, сол жеткізу уақытынан кейін жаңағы бастапқыда айтып өткен 30 күн ішінде сотқа беруге міндетті. Сол уақыттың ішінде егер сіз тауарды жеткізіп үлгеріп, тауар қабылданған болса, шарт орындалған болады. Егер осы шарт бұзылған жағдайда сіз бірден жаңағы недобросовестный участниктер қатарына қосыласыз. Ал енді тендерде табысты болу үшін ең алғашқы кеңес ол ешкімді тыңдамау керек. Көбісі айтуы мүмкін, жаңағындай тендер болып тізесі шыққан, бұл жерде пайда жоқ деген сияқты. Алайда әлем дамып жатыр, тендер ешқашан тоқтаған емес. Мемлекетімізде дамып жатыр, соған байланысты жаңағындай әртүрлі құрылғылар керек болады. Осы құрылғыларды обслуживание жасайтын қызметтер түрі болуы мүмкін, жаңағы запчастьтарды ауыстыру керек болуы мүмкін. Сол жаңағы запчастьтарды тауып беретін поставщиктер бұл жерде әрдайым тапшы. Сондықтан әркімнің сөзіне ере бермей еңбек ету керек. Еңбек еткен адамға Құдай өзі берекетін береді деп ойлаймын. Одан кейінгі кеңес, өзіңнен тым көп талап етпеу. Жаңағы адам выгорание деп жатады, өзінен тым көп талап етіп, болмай жатыр, шықпай жатыр деген сияқты тым көп талап етуі мүмкін. Сондықтан күніне кем дегенде бір 10 заявка беру керек. Одан кейінгі кеңес аз суммадан бастаған дұрыс, 200-300 мың теңгелік закуптардан бастаған дұрыс. Оның бір себебі көбісі жаңағы бұл суммаларды менсінбейтін болғандықтан осы жерде маржа жаңағы жоғары болады. Осымен тәмам. Ал егер одан да көп ақпарат алғың келсе, Қытаймен, ақш-пен қалай жұмыс жасаймыз, ол жақтан тауарды қалай алдырамыз, қандай карголармен жұмыс жасаймыз, лақтырып кетпейтін поставщиктерді қалай табамыз деген сияқты, оплата жасалмай жатқан кезде қандай досудебка жазу керек, олардың жаңағы шаблондары деген сияқты басқа да көптеген ақпарат алған келсе, маған жекемен жазып, ақылы консультация алсаңыз болады. Барлықтарыңызға сәттілік, табыстарыңыз арта берсін.